Замандас әкелердің ішінде ұлдарының қызмінез болғанын талқылап, соны уайымдайтын кісілер аз емес. Енді мына бір қоғамдық үрдіске назар салайық. Баланы таңертең мектепке дайындап жіберетін анасы, мектептен күтіп алатын, қарсы алатын да анасы, тапсырма орындататын тағы да анасы, сыныптың әлеуметтік желідегі группаларында отыратын да анасы, мектептегі іс-шараларға, сыныпта ұйымдастырылатын мәдени, әлеуметтік, қоғамдық шаралар болсын, барлығына ақыл қосатын тағы да группада отырған аналары. Наурыз, тәуелсіздік күні сияқты ұлттық мереке мейрамның барлығында белсенділік танытатын, тіпті кейбір сценарийға араласатын да сол аналар. Дәл осы үрдіс баланың өмірінде көз алдында жыл сайын 11-12 жылға дейін қайталанатын болса, бұл бала міндетті түрде қыз мінезді болмай қалай болсын? Оның көргені әйел адамның белсенділігі, оның қатысқаны әйел табиғаты негізінде өткен іс-шаралар. Осыдан кейін әкелер ойланады деп ойлаймын. Бұл әкелердің экономикалық қоғамдық белсенділігінің, жұмысбастылығының ғана көрсеткіші емес, бұл әкелердің бала тәрбиесіндегі немқұрайлылығының да көрсеткіші. Ұлының табиғатының өзгермеуін, баласының болмысының дұрыс қалыптасуын уайымдаған әрбір әке, баланың өмірінде етене араласқаны құба-құп. Ұлдың көңілі нәзіктеп, қыз мінезді бола бастауына әкелердің бұлайша бір-бірімен бас қосқанда құр кәукілдеп, жай ғана талқылап отыруы ешқашан пайдасын тигізбейді. Есесіне баланың көз алдында өмірінде әкенің белсенділігі, әкенің табиғаты жүрсе, сонда ғана бұл мінезді болады. Бұл да әкелердің, замандастардың ескеруге тиіс бір дүниесі деп ойлаймын.